Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге тюльпан самса қатпарлысын жасаймын. Әуелі оған қамырымызды басып аламыз. Оған керекті заттарым: қаймақ, су, тұз, аздап дрожж, ұн. Жылы суымызға тұзымызды салып араластырамыз. Осыған шымшым дрожж саламыз. Жарты қасықтай. Әбден араластырамыз. Енді осыны қамырын астығымызға құямыз. Енді 1-2 қасық қаймақ саламыз. Не салып атқан қаймағым. Енді осыдан нан басамыз. Електің өткізіп салған жақсы астықты. Осыдан жұмсақ қамыр басып аламыз. Енді осын салапанымызға салып 15 минут қоя тұрамыз. Осында етіп 2-ге бөліп алып, енді жаямыз оқтаудың көмегімен. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Осыны әбден жайып аламыз. Жайып жатқан қамырым. Осындай қамыр шығады. Осыған ерітілген сармайымызды әбден жағып аламыз. Мен екіншісі қамырын илеп жатырмын. 2 қамырды біріне бірі беттестіреміз. Міне осылай екеуін беттестіріп, үстін тағы майлаймыз ерітілген сармаймен. Қатты онда ерітпейсіңдер сармайды. Үй температурасында еріп тұрған сармай керек. Аты су ұшып кетеді сармайдың. Осылай барлық жағдайына жайып аламыз. Сармайымызды жағамыз барлық жеріне. Енді осыны домалақтаймыз. Жағып атқан сармайым. Сіздер де осылай балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Тойымды тамақ, ысылай жесе жақсы. Заказға да қабылдап жасаймын. Осылай дөңгелектеп аламыз.
Енді осыны шығыршықтаймыз. Осыны енді жинап алып, дөңгелектеп, салапанымызға салып, морозильникке майы қатқанша қоя тұрамыз. Оған дейін арасына салатын мен асқабақты турап жатырмын. Асқабақ салам фаршқа. Сонда фаршым жұмсақ болады. Уақтап асқабақты әбден турап аласыздар. Мен бәрін осылай турап алам барлығын. Жуамызды да осылай уақтап турап аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Тюльпан самса. Міне фаршым. Осыған енді бана туралған жуамен асқабағымызды саламыз. Татымына қарай бұрыш, тұз, приправа, паприка салуға болады. Осыларды енді әбден араластырамыз. Міне холодильникке салып қойдым. Енді осыны алып кесеміз. Осыны шағын-шағын кесіп аламыз. Осыны енді қолымыздың көмегімізбен домалақтаймыз. Жасай қоюға ыңғайлы. Осылай. Осындай дөңгелектер шығады. Енді осыны оқтаудың көмегімен илейміз дөңгелектеп. Енді осылай қылып жасап аламыз. Илеп бәрін. Енді осының бір жақ жанын кесіп аламыз. Енді осыған фаршымызды саламыз. Төртеуіне.
Осымызды үш бұрышты қылып осылай орап шығамыз. Астын жайлап бүреміз. Екінші жасап атқаным. Осылай шетін ұстап, осылай үшбұрышты етіп дөңгелектеп аламыз. Енді астын осылай бүреміз. Астын осылай бүріп аламыз, су шығып кетпеске. Осындай болып шығады. Сіздерге түсінікті болу үшін қайтадан жасаймын. Түптерін осылай басып аламыз. Осылай етіп жасай береміз. Мен жасап болдым. Енді осыған жұмыртқаны жағамын бетіне. Араларын ашып қойдым. Қазір көтеріледі, сонда бір-біріне жабыспасқа. Көлем беріп көтеріледі кішкене. Жұмыртқамызды жағып аламыз. Осыны енді қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Не пістес? Тюльпан сапсаным пісіп тұрған. Сондай болып шығады. Сынысымызға салып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осындай болып, үлбіреп, қатпарланып, жұмсақ болып піседі. Осындай. Ас болсын баршаға, рахмет. Соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.